Балалар, мен сендерге қазақ халық ертегісін, мақтағызбен мысық ертегісін айтып берейін, иә? Ертеде ешкі жөніп өртеде, мақтағыз бір күні үйін сыпырып жүрсе, мүйіз тауып апты. Сөйтіп, мысығын шақырыпты. Мысығым, келші депті. Мысық, мяу, мяу, бармаймын депті. Мақтағыз, мысығым, келші депті. Мяу, мяу, бармаймын депті. Сөйтіп, мақтағыз мүйізді өзі жеп қойыпты. Мысық ашуланып, мақтағыздың қатығын төгіп жіберіпті. Сөйтіп, мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып апты. Мысығы, құйрығым, мақтағыз, менің құйрығымды берші депті. Сен менің қатығымды тауып әкеп бер деп. Сөйтіп, мысық сиырға барыпты. Сиыр, маған қатық берші депті. Сиыр айтыпты, менің қарным ашып тұр, сен маған жапырақ әкеп бер депті. Сөйтіп, мысық жүгіріп талға барыпты. Тал, маған жапырақ берші депті. Тал айтты, мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеп бер депті. Сөйтіп, мысық келе жатқан, су тасып алып келе жатқан қыздарға кездесті. Қыздар, су беріңдерші депті. Қыздар, сен бізге сағыз әкеп бер депті. Сөйтіп, жүгіріп дүкеншіге барыпты. Дүкенші, маған сағыз берші депті. Сен маған жұмыртқа әкеп бер депті дүкенші. Сөйтіп, тауыққа жүгіріп келіп, тауық, маған жұмыртқа берші депті. Тауық айтты, сен маған бір уыс тары әкеп бер депті. Мысығы ойланып келе жатса, алдына шек етіп жүрген тышқанды ұстап алыпты. Тышқан, мен сені жеймін депті. Жемеші мысық, жемеші депті. Сен маған онда бір уыс тары бер депті. Жарайды, қысқа сақтаған тарымды берейін деп, мысыққа бір уыс тары беріпті тышқан. Тарыны әкеп тауыққа беріпті. Тауық оған несін беріпті? Жұмыртқасын береді екен. Жұмыртқаны алып, дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып, қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды алып талға береді. Тал оған жапырағын береді. Жапырақты әкеп сиырға береді. Қатық береді. Қатықты келіп мақтағызға береді. Мақтағыз оған құйрығын береді екен, балалар? Ертегі ұнаса, жатып ұйықтайды.